қарапайым. Ер адамдар күзетшілер мен тұтқындарға бөлініп, түрмеге жабылды. Одан не шыққанын фильмге шолудан білеміз. Эксперимент. Бұл жігіттің аты Травис, және ол жаңа ғана жұмыстан шығарылды. Ол аз да болса ақша табу үшін митингке шығады. Көпшіліктің арасынан біздің кейіпкеріміз сүйкімді қызды байқап қалады. Кенет оны құлатып, наразылық білдірушілер арасында төбелес басталады. Травис сұлуды жақтайды, бірақ қарсыласын ұра алмайды. Ол хиппиге ұқсап қана қоймай, хиппи сияқты ойлайтын сияқты. Зорлық, зомбылық жоқ. Травис осы тәтті қызбен танысады. Оның аты Бей. Көп ұзамай олар барда бірге ішеді. Бәрі жақсы болар еді. Бірақ қыз Үндістанға ұшқалы жатыр. Ал кейіпкеріміздің мұндай сапарға ақшасы жоқ. Үйде Травис газетті ақтарып, бір түрлі хабарландыруды көреді. Қандай да бір экспериментке қатысушылар керек. Үлкен ақша төлеп жатыр. Бару керек. Сұхбатта біздің кейіпкеріміз тілек білдірушілердің үлкен тобын көреді. Олардың арасында Борис есімді іскерлік, костюм киген мейірімді адам бар. Біз бұл психологиялық эксперимент екенін білеміз. Онда 26 ерікті күзетшілер мен тұтқындарға бөлінеді. Олар түрме тәрізді оқшауланған ғимаратта 2 аптаға жабылады. Соңында барлығы $14,000 алады. Торттың бір бөлігі барлығы ер адамдар сынақтан өтіп, мейірімді де өте қатыгезде қысқа бейнелерді көруді сұрайды. Сұхбаттан кейін Травис жаңа досына барады. Бей ешқашан адамды ұра алмайтынын айтады. Өйткені оның саусақтары өте нәзік. Травис ренжіді. Бей оны әлсіз деп санайды. Бірақ бұл рас. Травис экспериментке қатысатын бақытты жандардың қатарына кіреді. Олардың барлығын даланың ортасында қараусыз қалған ғимаратқа апарып, ішін жауып тастайды. Ақ халатты адам бірнеше есімді атайды. Бұл адамдар күзетші болады. Қалғандары тұтқын болады. Олардың арасында Травис те бар. Еріктілерге ережелері бар басылымдар таратылады. Тұтқындар өздеріне ұсынылған тағамның барлығын жеп, камераларда отыруы керек және күзетшілерге тиіспеу керек. Ережені бұзғаны үшін жазаны ойлап табу керек болады. Егер бұл жасалмаса, қызыл шам жанып, ешкім ақша алмайды. Басында бәрі мүлдем зиянсыз болып көрінеді. Күзетшілер тұтқындарға душтан су шашады. Содан кейін барлығынан сапқа тұрып, камераларына оралуын сұрайды. Травистің көршілерінің бірі Бенджи есімді ақ көңіл, артық салмақты жігіт. Тұтқындар серуендеудің орнына баскетбол ойнайды. Ерлердің бірі допты Бош есімді күзетшіге лақтырады. Ал ол еденге құлайды. Ережеге сәйкес кінәліні жазалау керек. Оны 10 рет итермелеу керек. Бірақ тұтқын бас тартады. Содан кейін күзетші барлығына 10 рет итермелеуді бұйырады. Ер адамдар мойынсұнады. Күзетшілер өте риза. Олар өз күштерін сезінді. Екінші күні келе жатыр. Тұтқындарға тамақ беріледі, және ол ең болмағанда тәбетті емес көрінеді. Ер адамдар қисық, бірақ ережеге сәйкес. Олар осы жағымсыз нәрсенің бәрін жеуге міндетті. Травис мұны істеуден бас тартады. Басқа тұтқын да бақылаушыға тамақ лақтырады. Нағыз ессіздік басталады. Тәрелкелер жан-жаққа ұшады. Күзетшілер жиналысқа жиналып жатыр. Олар бұзақылар үшін жаңа жаза ойлап табу керек. Борис тұтқындарды қорлауды ұсынады. Өйткені бұл әдеттегі зорлық, зомбылықтан әлдеқайда нашар. Түнде күзетшілер тұтқындарының камераларына кіріп, оларға өрт сөндіргіштен су шашады. Содан кейін олар Трависті шығарып алып, оны торға кісендейді. Борис дәретханаға барады және тіпті қуанғанын түсінеді. Нағыз садист осы жеңілгеннің ішінде өмір сүріп жатқан сияқты. Травис түні бойы темір тордың ар жағында отыр. Бұл кезде Бенджи ауырып жатыр. Біз бұл семіз адамның қант диабетімен ауыратынын білеміз. 3-ші күн келе жатыр. Тұтқындар кішіпейіл әрекет етеді. Борис Бенджидің камерадан шықпағанын байқайды. Жігіт тым жаман. Ол оған инсулин немесе кем дегенде кәмпит әкелуін сұрайды. Бірақ күзетшілер кедейге көмектесуден бас тартып, оны камерадан шығарып алады. Травис жаңа дос іздейді. Бұл күзетшілерге ұнамайды. Борис клубты алып жатыр. Бірақ сен олай істей алмайсың. Бұған ережелермен тыйым салынған. Тұтқындар камераларға қайта айдалады. Күзетшілер өмірден ләззат алады, ішеді, жақсы тамақтанады және мазасыз Травистен кек алу жоспарын жасайды. Олар оны қорқытқысы келеді. Борис көмекшілеріне Трависті байлап, шашын қыруды бұйырады. Содан кейін оны басқа күзетшілермен бірге қорлайды. Оның үстіне олар ер адамның аз ғана мұқтаждығын өтейді. Камераға қайта оралғанда,
Травис жиіркенішпен өзін қол жуғышта жууға тырысады. Таңғаларлық, олар экспериментті тоқтатпайды. Күзетшілер енді тұтқындармен бәрін жасауға рұқсат етілген деген қорытындыға келді. Алайда, күзетшілердің бірі Бош мұның тым қатыгез екеніне сенімді және эксперименттен шығамын деп қорқытуда. Ол олардың ішіндегі ең мейірімдісі сияқты. 4-ші күн келе жатыр. Травис тайна Бенджиден бір үзім нан сұрайды. Бірақ ақ көңіл жігіттің жағдайы нашарлап барады. Оған инсулин керек. Түнде Травистің камерасына Бош келеді. Біздің кейіпкеріміз одан көмек сұрайды. Ол күзетшіге Бенджиге инсулин әкелген үшін $2000 беруге уәде береді. Ол ақшадан бас тартып, тұтқындардың заттарымен қоймаға жасырынып кіреді. Бош Бенджидің сөмкесін тауып алып, оны дұрыс дәрі-дәрмекпен іздейді. Күзетшілер бейнебақылау камераларының видеоларын көріп, біреудің тұтқындардың заттарын ақтарып жатқанын байқайды. Бұл Бош. Олар ер адамды тоқтатып, қалталарын шығаруды талап етеді. Инсулин бар. Содан кейін өте оғаш нәрсе болады. Борис инсулинді Бенджидің камерасына әкеледі. Не, оның ар ұжданы оянды ма? Бірақ жоқ. Ол бар ашуын біздің кейіпкерімізге бағыттауды шешті. Борис шашын қырып жатыр. Содан кейін ол Трависпен дәретхананы тазалауды талап етеді. Тұтқын күзетшіні алыс жерге жібереді. Сол үшін басын дәретханаға түсіреді. Және олар мұны қайта жасайды. Травис соншалықты жаман және жиіркенішті. Ол тіпті түскі асқа да бармайды. Басын ұстап, камерасында жылайды. Бірақ одан да көп нәрсе бар. Борис одан кек алуды шешеді. Күзетшілер оның басына пакет кигізіп, оған жұдырықпен лақтырады. Содан кейін бас күзетші тұтқындардың санына бұрынғы күзетшіні қосады. 5-ші күн келе жатыр. Борис әділ әрекет етіп жатыр деген сөзді итермелейді. Бұл кезде Травис көйлегін шешіп жатыр. Оның соңынан ерген басқа тұтқындар да солай істеп жатыр. Күзетшілер тұтқындардан киінуді және ережелерді бұзбауды талап етеді. Оның орнына Травис бейнебақылау камераларының біріне түсіп, осы сұмдық экспериментті тоқтатуды сұрайды. Оны еденге лақтырып, аузын жабуды талап етеді. Бенджи досына көмектесуге асығады да жұдырығымен барға тербеледі. Ашуланып, таяқшаны пайдаланады. Ал кедей Бенджи еденге құлайды. Травис шағын шахтаға қамалып, басқа тұтқындар бір-бірімен сөйлесе алмайтындай етіп оқшауланады. Әлде бір ессіздік басталады. Күзетшілер есінен танып қалды. Бірақ бәрі емес. Олардың бірі әлі де күзетшілерді тоқтатуды талап етеді. Бірақ қызыл шам жанбады. Демек, күзетшілер бәрін дұрыс істеп жатыр. 6-ші күн келе жатыр. Борис бейнебақылау камераларын көріп, әдемі жымиды. Травис шахтадан қауіпсіздік камерасын тауып алып, барлық бұзақылық үшін күзетшілерден кек аламын деп қорқытады. Сонымен бірге Травис әлі де шығып үлгереді. Ол бейсиға тартқан білезіктің арқасында шахтаның қақпақтарын ашады. Ер адам күзетші мазақ еткен тұтқынның жабайы айқайын естіп, көмекке асығады. Олар бірге күзетшімен айналысып, басқа тұтқындарды босату үшін қашады. Травис Бенджидің өмір белгілерін көрсетпейтінін байқайды. Оның бойында ашу, ыза мен қиянатшылардан кек алу ниеті қайнап жатыр. Күзетшілер тұтқындардың босатылғанын көріп, олармен күресуге барады. Олардың саны әлдеқайда аз, демек, күштер тең емес. Трависке эстафета беріледі. Күзетшілер үрейлене бастайды. Борис қолына үшкір затты алады. Бірақ басқа күзетшілер бұл оған көмектеспейді дейді. Бірақ бұл адам биліктен мүлде есінен танып қалған сияқты. Ол кем дегенде бір тобырмен күресуге дайын. Тұтқындар әйнекті сындырып жатыр. Күзетшілер қашып кетуге тырысуда. Ашулы қуғын басталады. Бірақ олардың бәрі осында қамалып отыр. Күзетшілер оны сындырамын деген үмітпен темір есікке асығады. Бұл кезде оларды ашулы тұтқындар қуып жетеді. Кіре берісте аяғы мен жұдырығы бар. Травис өзін Бориске лақтырады. Өйткені оның ойынша бәріне кінәлі. Кенеттен қызыл шам жанады. Эксперимент аяқталды. Бірақ Травис жұдырығын сілтей береді. Темір есік көтеріліп жатыр. Ақыры олардың бәрі бос. Ер адамдар сыртқа шығып, абдырап қарап тұр. Олар шөпке отырады және бір-бірінің көзіне қарамауға тырысады. Жолда автобус пайда болады. Еріктілерді қалаға қайтарады. Олардың әрқайсысына конверт беріледі. Онда $14,000 бар. Борис және Травис бір-біріне мұңайып қарайды. Олар көп ұзамай жаңалықтардан экспериментті ұйымдастырушылар соттайтынын хабарлайды. Зардап шеккендердің барлығы куәлік беруге дайын. Травис Үндістанға ұшып кетеді. Ол жергілікті тұрғындарды бақылап, мұңайып күледі. Айлақта шығанақ пайда болады. Ол досын ақырын құшақтайды. Біз оның сынған қолдарын көреміз. Ол енді ақымақ емес.
Сен мұндай экспериментке қатысуға келісер ме едің?